Сәлеметсіздер ме қыздар, бұл видео сабағымызда міне мынандай кругляшка сумкасын тоқитын боламыз. Ол үшін бізге бір моток жіп керек болады. Мендегі мынау жарты моток. Яғни мен жартысын мен тоқыдым, енді осындай жартысы қалды. 6 номерлі крючок, маркер, кольца, міне менде разъемный, былай ашылады, цепь және де замок. Былайдан ашылатын. Өздеріңізге ұнаған кез келген замокты алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, ең алдымен бұндай кругляшка сумкасын тоқу үшін бізге жылжымалы петля жасау керек. Яғни ол үшін міне былайынан қараңыздар, міне бүйтіп ұстаймыз, одан кейін міне былайынан қоямыз. Кольцо амигуруми деп айтады. Міне мынаны астынан кіргізіп, былай жіпті, рабочий жіпті ұстап алдық. Енді міне осылайынан бір жаңағы өрім жасаймыз, петля. Міне осылайынан бос өрім жасадық. Қараңыздар, не көрдіңіздер ме? Мынаны тартсақ, біздің мына домалақ сақинамыз үлкейіп кішірейеді. Енді бізге 6 өрім жасау керек. Без накида. Оны қалай жасаймыз? Ұстаймыз. Былай алып шығамыз. Алып шықтық. Бірінші, екінші кругты тоқу қиындау. Оңай деп айта алмаймын. Ал одан кейін ары қарай келесі кругтарды тоқу өте оңай болады. Ең алдымен осы бірінші және екінші айналымды жақсылап әдемілеп, шатаспай жасап алсаңыздар, бізге 6 өрім керек. 6 өрім жасаймыз. Столбик без накида деген міне осы қыздар. Мысалы, описание бойынша тоқитын болсаңыздар, столбик без накида деп тұрса, осылайынан тоқисыздар. С, Б, Н деп жазылып тұратын болса, осылайынан тоқисыздар. Мына жердегі мынау өрімдеріңіздің размерлері бірдей болсын. Яғни біреуі бос, біреуі қатты тартылған болып кетпесін. Енді санаймыз қанша болды. Біреуі міне бірінші. Қараңыздар, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, міне және алтыншысы крючокта тұр. 1, 2, 3, 4, 5, міне алтыншысы крючокта тұр. Енді міне 6 болды бізде. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Мына жіптен тартамыз. Тартып, кішкене қолдарыңызбен өздеріңіз көмектесіп тартсаңыздар, міне жабылады. Домалақ кольцо болды. Міне сақина қылып жинадық. Енді мынау немізді, петлямызды былай тартып созып аламыз. Одан кейін қараңыздар, міне мына біздің бірінші галочкамызға осы жерден мынау былайынан өткіземіз. Бірінші галочкамыздың астынан өткізіп алдық. Енді қараңыздар, осының астында қазір білінбейді. Бірақ міне былай арт жағынан қарап тұрсаңыздар, міне мына перемычканың міне тұрғын. Біреу тұр, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Біз міне осының барлығын екіге бөлу керекпіз. Міне қараңыздар, мына астынан кіргізіп, осы жерді міне былайынан екіге бөлу керекпіз. Кішкене қиындау болады, сол үшін де мынандай жіңішке крючокпен жұмыс істеген жақсы. Міне осылайдан астынан кіргізіп аласыздар. Сосын мынаны шығарамыз бері қарай. Ұстап шығарып алдық міне астынан. Осының астында тығылып тұрады.
сосын былай шығардық қой. Осыны ұстаймыз және мына арт жақтағы петелькамызды ұстаймыз. Одан кейін былай аламыз. Сөйтсе міне бір галочка. Енді қараңыздар, бізде мына жерде 6 6 не тоқыдық. 6 өрім жасадық. Енді осы 6-ның әр қайсына 2-2 талдан көбейтеміз. Сол кезде бізде келесі кругта 12 болып көбейеді. Әр круг сайын біз 6-ға көбейтіп отырамыз. Яғни бірінші кругта бізде 6 болды, екінші кругта 12, одан кейінгісінде 18, одан 24, солайынан 6-ға көбейтіп отырамыз. Енді дәл осы жерге тағы да біреуін тоқып аламыз. Былай арт жағынан шығардық. Бірінші, екінші қатарларда ғана кішкене қиындау болады. Жасадық. 2 галочкамыз біздің дайын болды. Енді келесіге. Артта мына жерден шығады, көрдіңіздер ғой. Артындағы мына галочканы 2-ге бөліп отыру керекпіз. Сол кезде ол алды жағынан да бөлініп отырады. Енді дәл осы жерге қайтадан. Өйткені 2-ге көбейтіп жатырмыз ғой. 12 болу үшін. 4 болды. Жаңа 2-ін тоқыдық, 2-ін тоқыдық. 4 болды. Галочканы қазір. Мына жерде галочканы мына тұрған. Қараңыздар. Дәл осының ортасынан кіргізсеңіздер, мынаның арт жағынан шығады. Осылайынан галочканы бұл раскол в галочку. Галочка в раскол деп айтылады. Галочка в раскол. Міне осылайынан галочкалар жасаймыз, және келесі тоққан кезде дәл осы галочкаларды 2-ге бөлеміз. Келесі дәл осы жерге, яғни бірінші жаңағы 12 болу үшін осылайынан 2-2 талдан тоқып шығамыз. Жаңағы алдылыққа. Жіптеріңізді былайнан көрдіңіздер ме? Жіп жалпақ болады. Осы жіпті кішкене бізге тартып былайнан созып, жіңішкертіп алу керек. Прям қатты созып тастамаңыздар. Кішкене ғана созсаңыздар, бір жағынан жіптеріңізге де эконом болады, екінші жағынан галочкаларыңыз қатты дәу жалпақ болып кетпейді. Қанша болды? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, демек енді 4 болу керек. Расколоть еттік. Осы жерге біз қазір 2 тоқимыз. 1 кетті. Дәл осы жерге екіншісін тоқимыз. Енді мына жерге тоқимыз. Әрбір галочкаға 2-ден тоқып көбейтіп жатырмыз. Мына 12-шісі болды бізде. Және созып шығарып аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді қайтадан
міне мынау галочкадан. Мынау ең бірінші басталғаннан емес, мына галочкадан. Бұл галочканы біз қазір екіге бөлеміз. Бізде міне бөлініп жатқан осы галочка екіге. Жаңа астынан көрінбей қалады ғой, бірақ міне осы галочка. Қараңыздар, міне көрініп тұр. Көріп тұрсаңыздар, міне галочка тұр. Міне осының арт жағынан біз міне мына жерді бөліп жатырмыз. Осы жерден алып шығу керекпіз. Қараңыздар, міне мына жіптен мына жерден саламыз. Мынаны тартып шығарамыз. Шығардық. Міне қараңыздар, шығарып алдық, иә. Кішкене былайынан қалтырыңыздарда артқа жіппейтіп тартайық. Енді осылайынан тұр ғой. Одан кейін мен жаңа көрсеттім ғой, ашып тұрып көрсеттім, иә. Міне галочка тұр. Осы жерден кіргіземіз. Осы жерден кіргізген кезде, ол мені артына бөліп шығады. Раскол жасап шығады. Жерден кіреді, мына галочкадан. Мына артында мына перемычканы екіге бөліп, міне артындағы мына жерде галочка бар, қарап тұрсаңыздар, міне. Осы жерден бөліп шығады. Енді осы жақтан жіпімізді алып шығамыз. Жіп кетіп қалмасын. Алып шықтық. Жіпті ұстаймыз енді. Ұстадық. Ары қарай қайттан тоқи береміз. Енді қараңыздар, бізде қазір 12 болды. Енді бізде 18 болу керек. 18 болу үшін біз қазір осы тоқыған жерімізге, мына жерге екеу тоқимыз. Одан кейін бір-бір талдан рядқа келдік қой. Біріншісін тоқып, екіншісін, үшіншісін тоққан кезде былай тоқимыз. Жаңа біріншінеге екеу тоқыдық. Екеу көбейттік, одан кейін біреу тоқимыз. Одан кейін келесіне қайттан екеу тоқимыз, одан кейін біреу тоқимыз. Екеу, біреу деп тоқимыз. Сол кезде бізде 18 шығады. Екеу, біреу, енді мына жерде галочкаға осы жерге екеу тоқимыз. Көбейтеміз. Көбейтеміз. Келесі немізге галочкамызға біреу ғана тоқимыз. Біреу ғана тоқимыз. Одан кейінгі галочкамызға екеу тоқимыз. Біреу. Дәл осы тесікке тағы да екіншісін галочкаға екіншісін тоқимыз. Екеу тоқыдық. Келесіне біреу тоқимыз. Біреу, одан кейін екеу. Біреу тоқыдық, енді екеу тоқимыз мына жерге. Алдына галочкадан мына жерге біреу ғана тоқимыз. Екеу, біреу деп тоқисыздар. Үшінші рядта біреу ғана болды. Енді екеу тоқимыз.
Жіптеріңіздің былай теріс жағы қолдарыңыздың бетінде тұратын болсын. Екеу тоқыдық. Енді келесі галочкаға біреу тоқимыз. Арт жағын міндетті түрде қарап отырыңыздар. Дәл арт жағында галочканы да екіге бөліп шығып отыру керек. Біреу. Енді келесі неге галочкаға екеу тоқимыз. Міне арт жағында галочка міне осылай тесіп шығып отырады. Бұл жерге екеу тоқимыз. Біреу. Жіптеріңіздің жаңағы қатты тартып, немесе бос қылып ұстамаңыздар. Екеу. Енді мұнда біреу тоқимыз. Енді санаңыздар. Біреу. Міне біріншісімен де басталып тұрған жерден. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Міне 18. Енді үшінші рядты аяқтаймыз. Аяқтап төртінші рядқа көтерілеміз. Қараңыздар, міне мына галочкадан. Мына галочкадан қазір жіп тартып шығарамыз. Ал артындағы мына жұмыс рабочий нитті, міне мына галочка тұр ғой, осы галочканы екіге, міне былайынан қараңыздар. Мына жерден кіргізіп ашқан кезде, міне артындағы міне мына перемычка тұр ғой, міне қараңыздар. Осының міне артындағы галочканы, міне арт жағында галочка тұр. Қараңыздар. Міне көріп тұрсаңыздар, міне галочка тұр. Осы екеуінің арасынан шығады, міне. Осы екеуінің арасынан шығады мына жерден. Басында мүмкін түсініксіз болған шығар, енді мына кругль күйген сайын оның барлығы әдемі түсінікті көрініп келе жатыр. Міне мына жерден мына петляны шығарамыз. Былай қарай. Одан кейін міне шығарып алдық. Одан кейін міне мына галочкадан шығарамыз. Рабочий нитті міне. Көрдіңіздер ғой, міне тұр. Осыдан кіргізесіздер, жаңа көрсеткендей. Міне артындағы міне перемычканың астынан шықты, дәл астынан. Сосын арт жақтағы рабочий нитті ұстайсыздар. Қараңыздар, міне былайынан келесіздер да, бүйтіп іле саласыздар да, бүйтіп тартып шығып кетесіздер. Тоқимыз. Міне осымен біздің үшінші рядымыз аяқталды. Үшінші рядымыз аяқталды. Төртінші рядқа көтерілдік. Енді төртінші рядта көштік, төртінші рядқа. Енді осы галочкамыздың жанына тағы да бір көбейтеміз. Яғни екі еселейміз осы галочкамызды. Екі еселедік. Екеу болды. Енді бір-біреуден тоқимыз. Келесі неге ме? Келесі перемычкамызға арасынан пропускать етіп тастамаңыздар. Каждый нені жібермеңіздер. Міне үшеу болды, міне біреу, екеу, үшеу. Одан кейін тағы да келесіне жеке біреуін тоқимыз. Жеке біреуін тоқыдық. Біреу, екеу, яғни бір галочкаға екеу тоқыдық. Одан кейін жеке-жеке бір-бір талдан тоқыдық. Яғни көбейтпей, прибавка жасамай, біреу ғана тоқыдық. Енді прибавка жасаймыз, келесіне көбейтеміз, яғни. Мына галочканы екіге бөліп, осы жерге екеу тоқимыз. Біреу. Дәл осы жерге екіншісін тоқимыз. Екеу тоқыдық. Енді біреу, екеу, біреу, екеу деп осылайнан круг бойымен айналдырып тоқып шығасыздар. Міне қараңыздар,
бір галочкаға екеу тоқыдық. Одан кейін жеке бір далдан міне біреу, тағы біреуін тоқыдық. Одан кейін міне бір галочкаға қайттан екеуін тоқыдық. Енді мына бір галочкаға біреуін, келесі галочкаға біреуін, одан кейінгі галочкаға екеуін көбейтіп тоқимыз. Осылайынан былай кругтың полный айналдырып тоқимыз. Міне аяқтадық төртінші рядты. Яғни екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу, біреу. Осылай тоқыдық. Міне бір галочкаға мында екеу тоқылды, мына галочкаға екеу тоқылған, міне біреу, міне екеу. Мына галочкаға біреуден. Сонда екеу, біреу тоқисыздар. Енді қараңыздар, қайтадан кругты аяқтауды көрсетемін. Мына галочканы астынан шығарасыздар. Арт жағын айналдырасыздар, міне мынаны ұстайсыздар. Былайырақ. Шығардыңыздар. Енді міне осының астында қарасаңыздар, міне галочка тұр. Осы галочкадан шығарамыз. Артындағы мені перемычкадан. Көрдіңіздер ғой міне. Соның астынан шығып тұр. Астынан шығарып, мына жібімізді ұстап аламыз. Да шығарамыз бері қарай. Беткі жіптеріңіз шығып кетпесін. Бұған қазір басқа бірінен крючокты олай қыстырып қойыңыздар. Сосын ана шығарасыздар ар жағынан. Шығардыңыздар. Мен галочканы көрдіңіздер ме? Мен астыңғы галочканы екіге бөлдік. Сонда мына жақтан міне ешқандай шов, ештеңке көрінбейді, барлығы галочка болып жатыр. Енді мынаны аламыз. Осы жерден артқы петелькамен алдыңғыны ұстап алып, екеуін біріктіріп тоқимыз. Міне 4-ті аяқтадық, міне 5-ке көштік. Енді 5-ші қатарды тоқимыз. Қараңыздар қыздар. Ортасындағы тесікті соңынан қалай жабу керектігін көрсететін боламын. 4 қатар тоқыдық. Міне 1, 2, 3, 4. Міне енді 5-ші қатарға. Енді 5-ші қатарда бізде міне қараңыздар, былай біреу тоқыдық қой. Біреу тоқып алдық. Енді келесінен тағы біреу тоқимыз. Яғни бізде 3 бірліктен деп айтайыншы, бірліктен 3 болады да, одан кейін көбейтетін боламыз. Мен былайынан бір косичкадан 3, біреу болды, міне 2, одан кейін міне тағы да 3-шісін тоқимыз. Яғни столбик без накида 3 тоқимыз, жеке міне. Біреу, 2, 3-ін тоқыдық. Енді келесін біз бір галочкамызға 2 тоқитын боламыз. Яғни көбейтеміз. Біреу. Одан кейін 2. Одан кейін осылайынан тоқи бересіздер. 3 тоқыдық. Одан кейін 2 тоқыдық. Одан кейін қайтадан 1, 2, 3 тоқимыз, келесін көбейтеміз. 3 тоқимыз, келесін көбейтеміз. Арасында жіптеріңізді жаңағыдай созып, және тек оратылып қалған болса, босатып алып отырыңыздар. 3, 2, одан кейін қайтадан 3 тоқимыз. 1, 2, 2, 3, 3 тоқыдық. Жеке. Енді мына бір галочкамызға 2 тоқимыз. 1, дәл осы жерге
екеу. Одан кейін қайтадан үшеуді оқимыз. Біреу, екеу, үшеу. Үшеуді оқыдық. Біреу, екеу, үшеу. Енді мына галочкаға екеуді оқимыз. Арт жағында мына перемычканың астында мына галочканы екіге бөліп шығу керек. Біреу, және біреу, екеу, үшеу. Демек, мынаны көбейту керек. Біреуін тоқыдық, міне екіншісі. Осылай круг біткенге дейін осылайынан үшеу, екеу, олып тоқисыздар. Біреу, екеу, үшеу, одан кейін келесін көбейтесіздер. Біреу, екеу, үшеу, одан келесін төртіншісін көбейтесіздер. Міне тоқып болдық. Бесінші қатарда бізде мынандай 30 косичка болу керек. Мынадан бастап санайсыздар. Сол кезде 30 болу керек. Енді аяқтаймыз. Сөйтіп 6-шы қатарымызды көтереміз. Артынан кіргізесіздер. Жіптеріңіз шығып кетпесін. Артынан жұмыс жібін алып шығамыз. Екі жіп ұстадыңыздар, одан кейін тоқимыз. Міне, астында тұрған галочканы біз екіге бөлдік. Келесі қатар, енді 6-шы қатарда бізде қараңыздар, мына жерде 30 болды. Әрқайсысын 6-ға көбейтіп жатырмыз. Демек, бізде келесі қатарда 36 косичка болу керек. Мынандай 36 косичка болу керек. 6-шы қатар тоқу үшін бізде 36 косичка болу керек. Мынандай 36 столбик без накида. Ол үшін қараңыздар, мен енді әр 4 сайын еселеп отыратын болам. Әр 4 сайын көбейтіп отырам. Қазір басында бастаған кезде міне былайнан әр екінші. Мынандай 3 отыр ғой, 1, 2, 3, яғни жеке тоқыған. Одан кейін көбейттік. Одан кейін қайтадан 3 жалғыз тоқыдық. Осы әр 3 жалғыздың мынандай екіншісіне жаңа көбейтіп отырам. Сонда мына жерге мен көбейтсем, одан кейін 1, 2, 3, 4 тоқысам, келесі мынандай 3 жалғыздың мына ортасындағы екіншісіне мен көбейтіп отыратын болам. Әр мынандай 3 жалғыздың екіншісіне көбейтіп отырам. Қараңыздар, мен қазір біріншісіне мынандай біреу тоқимын. Одан кейін мына екінші галочканы көбейтетін болам 2-ге. Сол кезде біздің жаңағы кругымызда әдемі шығатын болады. Мен біреу. Дәл осы екінші, яғни 1, 2, 3 қой. Осы екіншіге тағы да екіншісін тоқимын. Келесі енді 4 қатарға 1, 2, 3, 4. Төртеуіне бір жалғыздан, яғни көбейтпей жалғыздан тоқып шығам. Қараңыздар, мен. Біреу. Біреуін тоқыдық. Міне қараңыздар. 2 тоқыдық, көбейтіп. Енді біреуден 4 косичка сайын көбейтіп отырамыз. Міне біреу. Екеу. Жіптеріңізді жөндеп, және созып отырыңыздар арасында. Екеу. Қанша болды? Біреу, екеу, үшеу. Енді біреу тоқимын. Одан кейін көбейтем. Төртеу болды.
Қараңыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Енді келесіге көбейтем. Сонда қараңыздар, міне жалғыз тоқылды ғой, міне үшеуі. Осының әр екіншісіне, әр екінші жалғызына көбейтіп отыратын болам. Біреу. Дәл осы жерге екіншісін. Сонда міне осылайынан көбейіп отыратын болады. Екеу тоқыдық. Енді келесіге біреу. Келесі төрт косичкаға жалғыздан тоқып шығамыз. Содан кейін қайтадан көбейтеміз. Біреу. Екеу. Көбейттік, одан кейін біреу, екеу. Үшеу. Төртеу. Төртеуін тоқып алдық. Енді келесі косичкамызды көбейтіп тоқимыз. Столбик без накиданы. Біреуін тоқыдық, дәл осы жерден екіншісін тоқимыз. Міне осылайша. Осылай кругтың барлығын тоқып шығасыздар. Қазір жерге біреу, екеу, үшеу, төртеуін тоқисыздар. Одан кейін келесіне көбейтесіздер. Одан кейін біреу, екеу, үшеу, төртеуіне тоқисыздар. Келесін көбейтесіздер. Солайынан тоқып шығамыздар. Яғни екеу, төртеу, екеу, төртеу. Солайынан схеманы екеу, төртеу деп жаттап алыңыздар да 6-шы қатарды тоқып шығыңыздар. Соңына келген кезде кездесеміз. Міне соңына дейін тоқып келдік. Міне бірінші косичкамыздан бастап санаған кезде бізде 36 косичка болу керек. Енді міне мынадан кіргіземіз. Мына косичкамызды ұстаймыз. Одан кейін бұлайна шығарамыз. Осылайна шығарып, ұстатып қойыңыздар. Одан кейін міне басталған, ең бірінші басталған галочкамыз. Осыны екіге бөлеміз. Міне ат жағында, міне перемычканың асты жағынан шығарып, рабочий нитті алып шығамыз. Міне алып шықтық. Енді крючогымызды шығарамыз. Жіпті іліп алып, бірге біріктіріп тоқимыз. 6-шы рядты аяқтап, 7-ші рядқа көштік. Қараңыздар. 6-шы рядта 36 болды. Енді 36-ға 6-ны қосамыз. Келесі рядта бізде 42 болу керек. Енді 7-ші рядта қараңыздар, біз жаңа әрбір 1, 2, 3, 4. Төртеу сайын біз көбейтіп отырдық 2-ге. Енді 7-ші рядта біз әр 5-еу сайын көбейтіп отырамыз. Яғни 5 бір галочкадан 5-еу тоқимыз, жеке-жеке бір-бір талдан, одан кейін барып 2-еу тоқимыз, көбейтеміз. Сонда қараңыздар, бізде қазір 5-еу тоқу үшін міне мына жерде жалғыз тоқылған галочкаларымыз бар ғой, қараңыз, 1, 2, 3, 4-еу. Осының мына екіншісін әр осындай жалғыз тоқылған 4 галочканың екіншісін көбейтіп отыратын болам. Қараңыздар, міне 1-еу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Міне төртеу тоқыдық. Бізге 5-еу тоқу керек. Бірақ жаңа мен айтқандай әрбіріне жеке-жеке тоқылған екінші галочкаға мен көбейтіп отыратын болам. Сондықтан да 1, 2, 3, 4-еу тоқығаннан кейін мен келесін 2-ге көбейтіп тоқим. Яғни менде осы жерде менде удвоение болады.
міне біреуін тоқыдым, дәл осы жерге екіншісін де тоқимын. Яғни осы жерде көбейтемін. Кішкене суға тиіп кеткен екен жаңа нем жібім. Екеу, енді бесеу тоқимыз. Біреу, біреу, екеу, үшеу, төртеу тоқыдық. Енді бесіншісін тоқимыз. Міне бесіншісін тоқимыз. Яғни бесеу, екеу деп. Жаңа мына жерде бізде төртеу, екеу болған. Енді мына жерде бесеу, екеу деп. Яғни схеманы солай жаттап алыңыздар. Міне бесеу тоқыдық. Енді қараңыздар, міне бірінші, екінші. Мына жерде екеу екі еселеніп тоқылған. Одан кейін міне біріншісі, екіншісі. Осы екіншісіне біз екі еселейміз. Бесеу тоқыдық, 5 галочка. Одан кейін былай еселейміз. Жіптеріңізді әрдайым жаңағындай міне былайнан төбеге қарап, теріс жағын төбеге қарап ұстаңыздар. Осы жерге екеу тоқимыз. Екеу тоқып алғаннан кейін ары қарай екеу тоқыдық. Одан кейін бесеу тоқисыздар, екеу, бесеу, екеу. Екеуде отырған, яғни бір галочкаға екеу тоқисыздар. Бесеу ол яғни біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу тоқисыздар. Және де міне мұнда бір галочкаға екеу көбейтіп тоқисыздар. Сол кезде сіздерде мына 7-ші рядтарыңызда 48 өрім болу керек. Міне 7-ші кругты аяқтап қалдық. Кішкене созып аламыз. Неміз үлкейген сайын, диаметр үлкейген сайын, мына жердегі жіпті қатты ұзын алмаңыздар. Себебі бұл міне былайнан бүйтіп бірігіп жиырылу үшін, жиналу үшін, домалақ болу үшін. Міне біріншісі мынау, екінші косичкадан бүйтіп тартып шығарып аламыз. Шығарып алдық. Енді мына тұрған бірінші косичкамыздан екіге бөліп, ат жағынан жұмыс жібін алып шығамыз ат жағынан. Көрдіңіздер ме? Артындағы мына перемычканы тура астынан шықты. Басында бастағанда да міне бастағаннан аяғына дейін дәл осылайнан тоқитын боламыз. Шығарып алдық. Жетегі жібімізді шығарамыз бұға қарай. Ұстадық екеуін. Енді былай тоқимыз. Мынандай домалақ пайда болды. Енді келесі бізде мына 7-ші круг. 7-ші кругта бізде 42, мынандай 42 косичка болды. Ал 8-ші рядта біз 42-ге 6-ны қоссақ 48 болады. Яғни бізде 48 косичка болу керек. Қараңыздар, біз жаңа әрбір 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бесеу. Бір талдан бесеу тоқып, одан кейін 6-шысын көбейтіп отырдық. Енді келесі рядта 8-ші ряд болады ғой. Мен қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 8-ді тоқимыз. 8-ші рядта біз мынандай жеке бір талдан одиночный тоқитынды 6-ау тоқимыз. 7-ші қатарда 5-еу тоқыдық, 8-ші қатарда 6-ау тоқимыз. Ол үшін және де біздің кругымыз әдемі кету үшін қараңыздар, қазір 1, 2 көбейтсек мына жерге 1, 2, 3, 4, 5, 6-ау, 7-шісіне, 2-шісіне. Қараңыздар, жалғыз өзі осы жерде
қала берсін. Одан кейін келесі міне үшінші, бірінші, екінші, үшінші, төртіншіге. Төртінші косичкамызды, төртінші қараңыздар. Дәл осы тоқығанымызды екіге көбейтеміз. Сол кезде міне бізде мына жерде екеу көбейтілген қой. Одан кейін 1, 2, 3, 4, 5. Сонда біз екінші нені көбейтіп отырамыз. Екіге көбейтеміз. Қараңыздар, міне осыны екіншісін. Екіге көбейттік. Одан кейін алтау тоқимыз. Жеке-жеке алтау тоқимыз. Біреу. Екеу. Үшеу. Жіпті жөндеп, және кішкене былай созып отырамыз. Осылай созып алдық. Екеу, біреу, екеу, үшеу. Төртеу. Бесеу. Алтау. Алтау тоқтық. Енді көбейтеміз екіге келесіні. Біреу. Екеу. Жоқ, тұтаңыздар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау тоқыдық. Алтау тоқығаннан кейін келесі жетіншісін көбейтеміз. Мен сияқты өтіп кетпеңіздер. Жетіншісін көбейттік. Енді қайтадан алтау тоқимыз. Біреу. Бұл жерде схема бізде алтау, екеу, 6, 2, 6, 2 деп жаттап алыңыздар. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Жіпімізді созып аламыз. Мен осылайдан айналдыра салам. Сонда міне жөнделді. Бесеу тоқыдық. Екеу, одан біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді алтыншысын тоқимыз. Алтыншысын тоқимыз. Алтыншысы. Енді келесісін көбейтеміз. Біреу. Екеу. Әрбір алтыншыдан кейін жетіншіні көбейтеміз. Сонда міне көбейтіп тоқыдық. Енді қайтадан алтау тоқимыз, одан кейін көбейтеміз. Алтау тоқимыз, жетіншісін көбейтеміз. Біреу.
Төртеу. Төртеу. Бесеу. Бесеу болды ма? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Енді алтыншысын тоқимыз. Одан кейін келесі жетіншісін көбейтіп тоқимыз. Келесі жетіншісін көбейтіп тоқимыз. Біреу. Екеу. Көбейтіп тоқтық. Енді қайтадан алтау тоқимыз. Одан кейін жетіншісін көбейтіп екеу қылып тоқимыз. Осылайынан кругты аяқтаймыз. Міне 8-ші рядымызды аяқтадық. Шын қазір кіргіземіз. Ұстаймыз. Және де мына жерден шығарамыз былайынан. Осылайынан шығарып, мына астындағы мына жерде галочкадан шығаратын боламыз. Бұлайынан кіргізіп алдық. Осы жерде рабочий шығардық. Сегізінші рядымызды міне аяқтадық. Міне арт жағы да осындай әдемі болады. Мына жерде ғана шов бар екені білініп тұр. Ал оң бетінен ешқандай да шов білінбейді. Барлық жерде галочкамен кеткен. Енді 9-ші рядты тоқимыз. Міне 8-ші рядты тоқып болдық. Қостық. 9-ші рядқа қарай көтеріліп қойдық міне. 9-ші рядқа қарай. Енді осы кезде қараңыздар, неңімізді влажно-тепловой обработка жасап аламыз. Ол дегеніміз біз немізді үтіктеп алу керекпіз. Теріс бетінен де, оң бетінде жақсы пар беріп, бетінен марлы немесе басқа бір хыбы, яғни бетінен басқа бір мата төсеп қойып, жақсылап бу беріп үтіктейсіздер, және де толық суығанға дейін осылай тік бетте тұрып, яғни бұл қисайып, яғни мысалы басқа бір заттың үстінде тұрып қалу емес, былай тік жерде тұрып кебу керек. Себебі ол мысалы қисайып тұрса, сол қисайған формада қалып қояды. Енді дәл осылайынан тұрған күйде үтіктеп аламыз. Үтіктемес бұрын, бұны қараңыздар, мына жерде бізде ортасы тесік болып қалды ғой, осы тесікті жабамыз. Ол тесікті жабу үшін, мынандай басында көрсеткендей, мына инемізді аламыз. Мына жерден өткіземіз жібімізді. Енді барлық не бойымен былайынан осы бір кругты осы жіппен айналып шығамыз. Ең бірінші кругымызды біз 6 жіптен тоқыдық қой.
алтау қып. Сол жерді міне осылайынан астынан айналдырып шығарып, осылайынан тоқып шығамыз. Қалдыр кетпеңіздер, ашып барлық жерін қиын болса да, міне осылайынан қып, міне өстіп өткізіп алыңыздар. Содан кейін осыны тартамыз. Міне осылайынан. Қазір біз осы жіпті тартқан кезде ортасындағы тесігі жабылады. Міне осылайынан бір айналдырып шыққаннан кейін мынаны бүйтіп тартамыз. Қатты тартамыз. Не көрдіңіздер ма? Сол кезде мына ортасындағы тесік жабылып келе жатыр. Міне осылайынан айналдырып шығарып алыңыздар. Осылай қатты тартасыздар. Сол кезде ол жабылады. Кішкене енді қиындау жұмыс. Міне қараңыздар, ортасындағы жаңа тесігі жабылды. Осы жерден былай қатты тартсаңыздар, ұстап тұрып тартыңыздар, сол кезде жабылады. Енді бұл жіпті біз тығу керекпіз. Бүйтіп. Міне қараңыздар, осылайынан жоғары қарай жібімізді тығамыз. Осылайынан тығып, одан кейін қараңыздар, мынаны әбден бітіп осылайынан біраз жерге айналдырып тығып болғаннан кейін жібін, мына жерден кесіп, және осы жерді былайынан ине жіптеріңізбен тігіп тастаңыздар. Дәл өзіне түстес жіппен осылайынан айналдырып тығасыздар да, одан кейін қырып тастайсыздар да, осы жерін тігіп қоясыздар. Енді үтіктей берсек болады. Әдемілеп үтіктеп аламыз. Алды жағынан да, арт жағынан да бетінен мата қоюды ұмытпаңыздар. Мата қойып, әдемілеп пар беріп тұрып үтіктеп, толық кептіріп аламыз. Себебі пар бергеннен кейін дымқыл болып қалады ғой. Толық кептіріп аламыз. Міне үтіктеп алдық. Қараңыздар, қандай түп-түзу болды. Осылай үтіктегеннен кейін түп-түзу болып тұрады. 8 круг тоқыдық. Міне қараңыздар. Бірінші круг 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Және бізде 8-ші кругта мынандай өрімдеріміз, петелькаларымыз біздің 48 болу керек. 48. Енді осы 48-ді осы 9-шы, 10-шы және 11-ші рядты ешқандай прибавка жасамаймыз, яғни екі еселеп көбейтпейміз. Дәл осы 48-бен айналдырып 3 қатар тоқимыз. Сол кезде міне мынау сияқты былай кішкене жаңағы өзі домалақтанып шыға келеді. Міне былайнан қосып қойдық. Үйреніп алдық, уже қалай қосу керек екенін, бесшовный соединение жасауды. Енді бастаймыз. Міне біріншісін тоқып қойдық. 9-шы ряд басталды. Енді әр галочкаға ешқандай прибавка жасамаймыз. Бір талдан тоқып шығамыз. Біреу, екеу болды. Келесі үшеу. Осылайша ешқандай прибавка жасамай, әр галочкаға бір талдан тоқып, яғни бізде 48 болу керек. Көбейіп кетпейді, не азайып қалмайды. 48 қылып 3 қатар тоқимыз. 9-шы қатарды, 10-шы қатарды және 11-шы қатарды. Сол кезде міне былайнан домалақтанып өзі шығады сумкаларыңыздың формасы.
Қазір мен мына соңына келген кезде қайтадан көрсететін боламын. Бесшовный соединение жасап 10-шы қатарды көтеруді. 9-шы қатарды міне дәл осылайынан. Үшеуін тоқыдық қой, міне 4-шісі. Осылайынан өстіп тоқи бересіздер. Міне жақындап қалдым. Әр галочкаға бір-бір талдан тоқып жатырмын. Ешқандай прибавка ештеңке жасаған жоқпын. Қараңыздар. Мен осылайынан 48 болу керек. Шатасып қалып жатсаңыздар, бірінші бастамас бұрын санап алыңыздар, 48. Қараңыздар, мен бір рядты тоқығанның өзінде менде уже нелерім кішкене кругляшка формасына келе жатыр. Міне қараңыз. Міне уже кішкене домаланып келе жатыр. Мен 9-шы рядты тоқып болдым. Енді 10-шы рядқа көтерілеміз. Бұлай кругтарыңыз бұлай алыстаған сайын сіздер мынаны бүйтіп жақынырақ жиыру керексіздер. Бұлайынан жақынырақ. Сондықтан мына жердегі мына петелькамызды қатты ұзын алмаңыздар. Міне осылайынан шығарып тұрсыздар ма? Сәл ғана кішкене ғана міне бұлайынан шығарыңыздар да. Міне бірінші мынау болып есептеледі бізде. Екіншісінен, яғни біз екіншісінен бұлайынан бұлай шығарып алдық. Крючок немесе бұлайынан басқа бір нәрсемен бұлай ұстатып қойыңыздар, ары қарай кіріп кетпесін. Енді міне жаңа бірінші дедік қой, бірінші галочкамыздан. Міне осы галочкамыздың жағынан міне артында мына перемычканың астында міне галочка тұр, қараңыздар. Осы жерден шығарасыздар. Шығардық. Енді мына жердегі мына жүгімізді тартып аламыз бері қарай. Осылайынан тығызырақ, қаттырақ тартыңыздар. Кішкене кругтарыңыз әдемі жиналу үшін. Бұлайынан шығарып алдық. Оныншы рядқа көтерілдік. Бағана айттым ғой, 9-шы, 10-шы және 11-шы рядтарға ешқандай прибавка жасамаймыз. Әр галочкаға бір галочкадан тоқимыз, яғни бір галочкаға бір галочка. Прибавка жасамаймыз, көбейтпейміз. Жаңағы 10-шы қатардың соңына келген кезде сіздердің мынандай нелеріңіз, петелькаларыңыз 48 болып тұру керек. Одан аз немесе көп болып кетпесін. Егер де олайынан болатын болса, жаңағы бірінші жартыларыңыз бен екінші жартысы екі түрлі болып қалады. Және де жіптеріңізді де қатты тартып, немесе қатты бос ұстамаңыздар. Қатты бос ұстасаңыздар, тым сумкаларыңыз жұмсақ болып кетеді. Жаңағы бос болып қалады сумкалар. Мысалы, қатты тартып тастасаңыздар, арасы тесік-тесік болып қалады. Міне осылайынан 10-шы қатарды тоқимыз. Міне қыздар 10-шы қатарды тоқып болдық. Соңғы нем қалды, петелькам. Осы жерден тоқим. Сонымен 10-шы қатар болды. Енді 11-шы қатарға көтерілеміз. Ол үшін мені екіншіден қайтадан қайталап айтайын. Мынау бірінші петелька бізде. Мынау тұрған бір. Мынау екі. Осы екіден аударып алып, кішкене үстінірақып шығарып алыңыздар, кішкене ғана. Былай кіргізіп, былай шығарып қоямыз арт жағынан.
Сосын міне мына бірінші неміз ғой, жаңа бір деп айттық қой. Осыдан кіргізіп, арт жағында тұрған мына галочка тұр артында. Осы жерден шығару керекпіз. Кіргізіп. Міне, шығардық. Жіпті ұстап аламыз. Жіпті мен бер жағына шығарып алдық. Енді мына жіпті шығардық. Он бірінші қатарға көтерілдік. 11-ші қатарда да 48. Бізде міне мынандай 48 өрім. 11-ші қатарда да осындай 48 өрім болу керек. Әр галочкаға бір-бір талдан тоқимыз. Прибавка жасамаймыз, көбейтпейміз. Көрдіңіздер ме? Міне, өзі уже міне круглый формаға келе жатыр. 11-ші қатарды тоқимыз. Осылай айналдырып тоқып шығамыз. Сонда 11-ші қатар. 11-ші қатармен біз жаңағы кругляшка сумкамыздың бір жартысын, екінші жартысын аяқтаймыз. Міне бірінші жартысын мен тоқып алдым, екінші жартысын. Міне осы бірінші жартысы бойынша сіздер екінші жартысында дәл осы видеоны қайталап көріп, өз беттеріңізбен тоқисыздар. Міне қыздар, қараңыздар, тоқыдық. Міне екеуі бірдей болып шықты. Қараңыздар, екеуі бірдей болып шықты. Міне. Көрдіңіздер ме? Бірдей болып шықты. Сондықтан да бұлай бірдей болып шығу үшін, мысалы, мынаны қандай нәтижемен тоқыдыңыздар? Мынаны да дәл солай тоқисыздар. Яғни біреуін бос қып, екіншісін қатты тартып тастауға болмайды. Мысалы, былайынан тоққаннан кейін, сіздер қазір тоққаннан кейін, кішкене жиырылып тұр, иә? Міне бүйтіп кішкене созып қойсаңыздар, міне арасы ашылады. Сосын мен былайынан үлкейді. Сосын бүйтіп кішкене өздеріңіз қолдарыңызбен былай формасын келтіріп аласыздар. Енді болды. 11-ші рядпен біз кругты аяқтаймыз. Ол кругты қалай аяқтаймыз? Кішкене ұзынырақ қып жіп кесіп аламыз. Қараңыздар, мен жіпті сіздерге айттым, иә, созып отырасыздар деп. Жіптің өзі былай қалың, оны былай созып тұрып тоқисыздар дедім ғой. Сонда менде мынандай кішкентай ғана жіп қалды. Ал егер сіздер бұлайынан созбайтын болсаңыздар, тіпті бір кругляшкаға жіптеріңіз жетпей қалуы мүмкін. Енді міне аяқтаймыз. Барлығын әдемілеп жасап алдық. Міне былай жіпті шығарамыз. Жіпті шығардық. Енді бесшовный соединение жасау үшін міне біздің мына екінші немізден қараңыздар. Астынан өткіземіз. Болны жібімізді астынан өткізіп, мынаны былай жинап аламыз. Жинап, немізді әдемілеп, осылайынан. Енді қараңыздар, міне арт жағында мына бірінші ненің перемычкасы тұр ғой, осы перемычкадан қосып ұстаймыз. Және мына беттің мына тұрған колечканы мына арт жағынан ұстаймыз да, жібімізді осы жақтан шығарамыз. Тартып. Қараңыздар. Сол кезде мына жерде бізде міне байқалмайды, ешқандай міне. Көрдіңіздер ме? Косичка болып кетті. Түсінікті болған шығар. Егер түсініксіз болып жатса, видеоны ақырындатып қойып көріңіздер. Енді жіпті былай қарай емес, міне былай қарай жасырамыз. Артқа қарай жасырамыз. Міне оны жасыру үшін қараңыздар. Былайынан. Мына центрдағы жіпті жасырдық қой, дәл солайынан қып жасырамыз. Алысырақ апарыңыздар жіптеріңізді. Міне былайынан өткізіп. Өстіп алысырақ өткізіп.
осылайынан жасырасыздар жіптеріңізді. Міне осылайынан қылып. Міне. Бұл бірінші бөлімде қыздар осылайынан тоқуды үйрендіңіздер. Екінші бөлімінде видеоның бірінші бөлімі, екінші бөлімде екеуін біріктіріп тігу, замок қою және де подклад тігуді көрсететін боламын екінші бөлімінде. Екеуін қазір замоктарын тігеміз екінші бөлімінде, подкладын қоямыз, цептарын, жаңағы кольцоларын барлығын қоюды екінші бөлімде көрсетемін. Ал қыздар, сәттілік. Бірінші бөлім бойынша осындай екі жарты кругляшкаларыңыздың екі жартысын тоқып алыңыздар. Сөйтіп, екінші бөлімде кездескенше қыздар.